Армысыздар халқым, сіздермен Алматы облысы Қаратал ауданы Кемел Тоқаев атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушылары Балтабай Айғаным, Аскерхан Айлу бүгінгі таңдағы белең алып отырған жасөспірімдердің тіліндегі кемістік және әріпті дұрыс айтпауы, сөздік қорының аздығы әрбір отбасыны алаңдатуда. 3 жастан асқан балалардың кеш немесе сақауланып сөйлеуі әр ата-аналардың үлкен мәселесі болып табылады. Енді осы мәселенің жауабын білу үшін әріптесімізге сөз берейік. Ағайын, эфирде өзекті мәселе. Кейбір балаларының туғаннан тілінен кемістігі болса, қазіргі таңда гаджеттен болады. Көпшілік қауым балалары тыныш, шуламай отырсын деп, бұған аса қатпаған балаларға телефон беріп қояды. Бала тез сіңіріліп, үніліп кетеді. Өкінішке орай күні бойы отырып, тілі дамымаған күйде қалады. Сіздермен болған Бақтамина және оператор Ғабдулмәлік Нұраділ. Ендігі кезекте осы мәселе туралы психологтар және мықты логопедтер не дейді екен? Қандай кеңестер береді? Баршаңызға қайырлы күн халқым. Отбасы екен мәселе жайлы мықты мамандар не ойлайды және қандай кеңестер береді? Оны қазір білетін боламыз. Енді таныстырып өтейік. Аймұхамед Рахат түріне мүддесі бар бағындармен жұмыс жасайтын логопед маманы және олардың қабілетін ашады. Балалар орталыққа алғаш келгенде сөйлей алмайды және өз сөздерін нақты жеткізе алмайды. Жаттығу жасау арқылы өз сөздерін нақты айтып, сөйлем құрай алады. Біз бұл мәселені жаттығу арқылы шешсек, бұл індет қайдан келгенін білу үшін дәрігер маманынан сұхбат алайық. Бұл бізде гаджет болғаннан кейін оның ультракүлгін сәулесі бөлініп, баланың көзіне және де оның миына, сүйектеріне зиянын келтіреді. Сол себепті ата-анасы балаларына көп көңіл бөліп, бала деген достармен көп уақыт өткізіп сырласу қажет. Кеңестеріңізге рахмет. Сіздермен болған Бақыт Амина, оператор Серікхан Арнай және де дәрігер маманы Ишмұхамед Мадина. Сіздермен